қазақ деген ұлт мәңгілік болу үшін қазақтың, қазақстандықтың барлығы қазақ тілінде сөйлеу керек, қазақ тілінде жазу керек. Түсінікті ма? А сендер дәлізге шыққанда қай тілде сөйлесесіңдер? Орысша сөйлесіңдер, өйткені аралас мектепсіңдер. Ана орыс сыныбындағы балаларды қазақшаға үйретудің орнына сендер оларға қарай кетіп қаласыңдар. Яғни сендерде не жоқ? Рух жоқ, намыс жоқ. О, Диас деген қандай ақылды бала. Кез келген орыс тілін көргенде кәдімгі темір жұтып алғандай қазақша сөйлес менімен дейтіндей адам болса, ол адамда рух бар деген сөз. Ол адам өзінің ұлтын сүйеді деген сөз. Мінекей Алаштың арыстарының барлығы осындай болған. Яғни Ахмет Байтұрсынов айтады. Әрбір ұлттың негізгі жаны көрсеткіші оның тілі дейді. Ұлт сақталу үшін не болу керек? Тілі болу керек. Біз оқығанда мынандай тақта болатын, тақтаның жоғарғы жағында, тақтаның жоғарғы жағында қай сыныпқа кірсең де жазылып тұратын. Великий, могучий, русский язык. Ал қалай ойлайсыңдар? Шын мәнінде орыс тілі ұлы, қуатты тіл ме? Қалай ойлайсыңдар? Қазақ үшін не қуатты, не ұлы? Кез келген ұлт үшін өзінің тілі ұлы, өзінің тілі қуатты. Түсінікті ма? Өйткені ол тек қана тілі болса сақталады. Бұдан былай қарай естеріңіз шықпасын. Ұлттың негізгі көрсеткіші тілі.